Бұл Жангелді деген қорым. Жангелді деген кісінің бейіті мынау Тама руынан Махамбет ауданы Таңдай ауылынан 15 километрдің шамасында. Бұл жерде тек қана Жангелді емес, Жангелдінің жанұялары, бауырлары, баласы, әйелі деген сияқты 6-7 адамның қабірі бар. Құлпытасы сол кісілерге арналған. Жангелді деген кезінде өте бай адам болған деп айтылады жалпы. Так, әл-мархум Тама руы, Аташал, Айлас көк аймағы, Жангелді Өтеген баласы, опат 97 жасында 1887 жылда. Мынау Тасым деген сөз сияқты. Тасым Шөкей баласы, опат 14 жасында 1887 жылда. Балқия, мынау былай ғой, Шөкей халалы, Балқия, Шөкей халалы. Орынбай қызы, опат 55 жасында 1894 жылда. Дүйсенғали, кішкене көрінбей тұр. Опат 18 жасында 1913 жылда. Сәмет Жангелді баласы, опат 54 жасында 1888 жылда. Ерде таңбасы бар. Екі сызық Таманың. Жанында да адам есімдері бар. Жанында Жангелді баласы Дүйсен сияқты. Жангелді баласы Дүйсен, опат 73 жасында 1897 жылда. Так, Есенғали халала Рахия сияқты. Рахия Қожантай қызы, опат 17 жасында 1910 тағы бір сыйвар салмай екен, 3 жылда. Так, 3 бу тасты жаздырды. Едікі түсініксіз болып кеткен. Маханбас, қателесу мүмкін. Маханбас Қожа Мырза. Так, Шөкей Мырза сияқты. Шөкей Мырза. Так, жазушы деген сөз сияқты. Жазушы Қарағұл молда. Жаздырды мұнда ол Қарағұл молда. Жазылды 1913 жылда дейді. 1913 жылда. Қасында тағы да екінші құлпытасы мына жерде. Бұл мына жоғары кетіп қалған екен. Бұл банаға. Так, мына жерде Аташалы бөлімі дейді. Аташалы бөлімінің Шөкі Жангелді дейді. Шөкі Жангелді баласы болу керек. Мұнда тұр. Жартысы. Шөкі Жангелді ұлы. Опат деп жазылған. Ертаң басын салып кеткен. Мұнда
Жылдары жастарын арттарында болу керек. Жанында екен. Так, 85 жасында 1917 жылда алып қойды дейді. Осы Жангелді қорымы деген. Ішінде бірнеше қабір болып тұр. Мұнда кетедің таңбасы тұр. Кете руы деп басталады. 1854 жылғы қалыптасты екен. 70 жасында қайтыс болған. Жоғары жағын бұзылып қалған. Так, танкі деген сияқты, танкі Ботабайұлы болу керек. Ботабайұлы опат. Бана айтқан 70 жасында 1854 жылда тұтасты баласы Көбік мырза қойды дейді.